Шіркін деймін да, бізде адамдар қандай кереметсіздер. Сметана келді бір әйел қазір ғана. Сметана келді ма? Жоқ, сметана 1-2 сағатта келеді. Қаншадан болып тұр сметана? 3000 теңге литрі. Қымбат кетті. Бұрыннан бері 3000 бізде уже бір жыл асып кетті десем. Ана жерде тоже 2200-ден тұрған жерде. Анда жерде 1200 теңге тұр. Представляешь? Сендер бір банкадан 1500 сатып, ана жерде и бетіне қарап тұрасың, бізде уже бір жыл 3000 болды деп. Дәмін көресіз ғой, это менікі чистый, олардікі может не чистый. Поэтому арзан сатып жатыр. Кім біледі? Түсінбей тұрады да. Бәрінде бірдей дәмі, знаете, разницы нет. Знаете, а вкуса разницы нет. Знаете, знаешь, просто меттің. Оны анжақтан барып ала берсен. А мен алмаймын просто. Мен просто алғым келіп тұрған жоқ шығар, может. Онда зачем мне эта информация, что там 200, там 1200? Мен білемін, ол жақта 2200, мына жақта 1200 екен. Конкуренттер бәрі-бірінің бағаларын біледі ғой. Енді чего от меня хотите енді? Жарайды, сіздің көңіліңіз үшін, сіздің ақшаңыз үшін, сізге 2200 теңге берейін. А на это вас ждает? Тьма. Извините, конечно, это правда. И бит тұрады ғой. И что үш мыңнан өлдіңдер ма ақшадан? Сонда сендер дәмінен везде одного человека берется бәтш. Дейді маған мына ел жаңа тұрып. Бәрін бір жерін аласыңдар ғой сендер. И кетіп барысың айтын, бәріміз бір жерін алмаймыз, біліп алып сөйлеңіздер. Айналып кеп, вичка, ұрсық сөйлеп, негативі шығарып тұрады. Мен бетіне қарап тұрмын, бетіне қарап тұрмын, беттерден шығарыңызшы негативіңіз, тағы сөйлеңізсім. Пошла нафиг! Гонь, что ли? Я заявление пішла. Почекана, дейді да? И мен кетті да? И бетіне қарап тұрмын да, короче. Шығарыңызшы негативіңізді, шығарыңызшы, маған қарап атылыңызшы дегенсің ғой. Бетіне қарап тұрды. Вообще, енді өлсеңіздер алмаймын. Она у нас никогда не брала. Бір рет сметана алды, сонымен ұрысып, короче, скандал болып, тағы келіп таскына шығарып тұрған. Сәлеместер, пожалуйста, болды ма? Ал жақсы дегенсің ғой. Мен пакет үшін қырылмаймын, достар. Мен мүлде ұрыспаймын. Мен вообще просто бар ғой. Мен халыққа мынаны түсіндірмеді. Маңызымда сендер пакетті қанша сатып алды. Пакет үшін олар сұрайды, бетіңе базар. Оны кассирлар мен сияқты емес, ол жақта базардағыдай емес. Анан көрсетейін. Кассирлар бүйтіп тұрады ол жерде. Уже потому что надоел уже елдің бәрі. Надо бүйтіп тұрады. Пакет керек па? Пробивает. Пакет керек па? Керек. 15 теңге чик или 10 теңге чик, все бітті. Пакет уже платный. Потому что ол пакетті біреу жасайды да, саған ақшамен алып келеді. Ол пакет сен сатып аласың. Мына пакет, достар, ручкасы бар пакет. Былай потолокта маған бүйтіп салбырап, пакеты деп түспейді, өкінішке орай. Мен де бұны оптовкадан сатып аламын. Потом келген кезде, егер маған пакет берсем, мен айтам, 5 теңге алып қаламын онда десем, пакет платы 5 теңге десем, өлдіңдер ма пакеттен? Өлдіңдер ма ақшадан? Ачикана, деп сөйлеп кетеді, обязательно сөйлеп кетеді. Ну ладно, я ничего не говорю. Просто мен бар ғой. Біз енді жалпы, если бы мынаны мен өзім үйде отырып создавать етсем, мына маған потолоктан бүйтіп, деп салбырап түссе, или аспын отырып біреу лақтырса, мә сорлы, мә деп лақтырса, мен на пакетке бар ғой, риза болып сіздер бесплатно таратады едім. Жарайды, на без ручки пакетті сметанаға етек салып бересің, әлі. Мынандай пакеттерді сатасың десем, що бүйтіп тұрады уже. Сен не? Просто, ребята, түсініңіздер, что же пакеты тоже бесплатно не берутся. Окей? Мы тоже их покупаем. И соны ақшасын шығару керек біз. Ручкасы бар пакетті. Мен өзім клиенттеріме, кейбір постоянно клиенттерім өздері біледі, пакетпен келеді. Ана апалар болып, айкен пакет деп шығарып, мен өзім пакетім бар, керек емес пакет. Дейді. Давайте, пакет емес, рюкзакпен жүріңдер, достар. Удобно. Тем более базарға шыққанда.